Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз екі айнымалысы бар теңсіздіктер. Яғни бүгін біз екі айнымалысы бар теңсіздіктерді қалай шешеміз? Сол туралы тақырыпты түсіндіре кетейін. Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешу дегеніміз, яғни өзін атап айтқандай, екі белгісізі бар теңсіздіктерді шешу. Алдымен мынандай мысалдарды қарастырайық. Мысалы, бірінші мысал. Y минус x кіші немесе тең бірден. Теңсіздігін қарастырайық. Алдымен y-ті x арқылы өрнектеп аламыз. x-міз мына жаққа плюс болып барады. Кіші немесе тең x плюс 1 теңсіздігін аламыз. Енді теңсіздікті біздер теңдеуге келтіріп аламыз. Y тең x плюс 1 теңдігіне келтіріп аламыз. Алдымен y тең болады x плюс 1 графигін, яғни түзу сызық екенін білеміз. Біз осы түзу сызықты x, y координаталар жазықтығына графигін саламыз. Яғни, мынау x өсі, мынау y өсі. Түзудің графигін салу үшін x-қа 2 мән берсем, ғана жеткілікті графикті салуыма болады. Яғни, x-қа 0 берейік. X-қа 0 бергенде y-ім 1-ге тең. Y-ім 1-ге тең. X-қа 2 бергенде y-ім 2-ге 1-ді қосам 3-ге тең. X-қа 1-ді бергенде y-ім 3-ге тең. 3-ге тең мына жер болады. Осы екі нүктені қоссам, біздің графигіміз шыға келеді. Y тең болады x қосылған 1 графигі, теңдеудің графигі. Міне түзу сызық екенін салдық. Енді біздің графигіміз бірден үлкен немесе бірден кіші немесе тең деп тұрды, теңсіздігіміз. Олай болса, кіші немесе тең десек, онда біздің графигіміздің төменгі жағындағы мәндерді қабылдайды. Және теңдік белгісі тұрса, яғни түзудің бойындағы кез келген нүктелер мына графиктің шешімі бола алады. Олай болса, мен графикті төменгі жағындағы барлық мәндерді аламын. Мысалға, тексеріп көрейік. Біз кез келген жерінен бір нүктені алайық. Мысалға, 2-де 0 деген нүктені алайық. Мына жерден А нүктесі деп белгілеп алайық. А нүктесі 2-де 0. Яғни мен x-тің орнына 2-ні қойып шешемін. Y тең болады. X қосылған 1 тең. X-тің орнына 2-ні қоям. 2 қосылған 1, 3 шықты. Яғни 3 0-ден үлкен бе? Үлкен. Олай болса, менің А нүктем осы теңсіздікке тең болады. Екінші мысалды түсіндіре кетейін. Екінші мысал. Y минус x квадрат кіші немесе тең 0-ден деген теңсіздікті қарастырайын. Бұл жерден мен y-ті x арқылы өрнектеп алам. Y кіші немесе тең, мына минус x квадрат, мына жаққа плюс x квадрат болып келеді. Бұны теңдікке айналдырып алайық. Y тең болады x квадрат. Яғни y тең болады x квадраттың графигі. Бұл пара бола болады. Біз оны білеміз. Коэффициенті, алдында А коэффициенті 1-ге тең. Олай болса, оң болса, пара болам.
тармағы жоғары қарайды деп айтамыз. Оны білеміз бұрыннан да. О, X өсі, О, Y өсі. Яғни параболамды мен білем, 0-ге X-тің орнына мән бере отырып, Y-ім табам. X-қа 0-ді берем, 0, 1-ді беремін, 1, минус 1-ді беремін, 1. Яғни парабола о, Y өсіне симметриялы болатынын білемін. 2 бергенде 4, 2, 3, 4. Минус 2-ні бергенде де 4 шығады. Яғни мен параболамды салып алам. Параболамды салам. Енді параболам 0-ден, мына теңсіздігім 0-ден кіші немесе тең деп тұрық. Онда тең болса, мына параболаның бойындағы барлық нүктелерді қабылдайды деп айта аламыз. Қабылдайды деп. Және кіші деп тұр. Кіші десем, онда сыртқы аймақтарындағы мәндерді қабылдайды. Сыртқы аймақтарындағы мәндерді қабылдайды. Кез келген мәндерді қабылдайды. Параболаның сыртындағы кез келген мәндерді қабылдайды. Үшінші мысал. Үшінші мысал. X квадрат қосылған Y квадрат кіші 4-тен. Яғни бұл теңсіздігімді теңдікке айналдырып алам. X квадрат қосылған Y квадрат тең болады 4. Яғни бұл мен әуелден де білемін, бұл шеңбердің теңдеуі. Яғни центрі 10 нүктесі 0-де 0, радиусы 2-ке тең екенін білемін. Мен бұл теңдеудің графигін салып аламыз. Яғни шеңбердің центрі 0-де 0 деген нүктеде, радиусы 2-ге тең, шеңбердің графигін салып аламыз. Енді балалар бір айта кететін жайды. Тек қана кіші немесе үлкен деген бір ғана теңсіздік тұратын болса, онда оларды үзік сызықпен белгілейміз. Үзік сызықпен белгілейміз. Неліктен үзік сызықпен белгіледік? Ол тек қана бір теңсіздік болғандықтан, ол бұл шеңбердің бойындағы нүктелерді қабылдамайды. Енді кіші болғандықтан, онда ішіндегі барлық мәндерді қабылдайды.